Мен Қабекқұл Қалметұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен бұл видеоны жолдаудағы себебім туған ағам Рахманқұл Қалметұлы жөнінде. Ағам Рахманқұл Қалметұлы 1980 жылы Қытайдың Тарбағатай аймағы Тол ауданында дүниеге келген. Ағам Рахманқұл 2000 жылы Үрімжі қаласындағы Ислам институтын заңды оқып, 2005 жылға дейін 5 жыл оқып, заңда диплом алған. Бұл сол Ислам институтын бітірген дипломның көшірмесі. 2005 жылы бітіргеннен кейін Тол аудандық діни басқарманың бұйрығымен ағам Рахманқұл Тол аудандық мешіттің имамының көмекшісі қызметіне тағайындалады. 2017 жылы Қытайдың қитұрқы саясаты, ашыл мұсылмандар, оның ішінде діни қайраткерлерді қуғындау саясатының тырнағына ілігіп, 2017 жылы ағамды еш себепсіз заңсыз үйден алып кетіп, талай рет тергеп, қорқытып, қысымға алып, жала жауып, ағамды қыспақ қалады. Ақыры соның нәтижесінде 2017 жылы 10 айда ағам Рахманқұл солардың қолынан қаза табады. Ағамның артында бір ұл бір қызы жетім қалды, әйелі жесір қалды. Сөйтіп бұл Қытай үкіметі бір айранда үйіп отырған шаңырақты ортасына түсірді. Онымен қоймай, әкем Қалмет Шегірұлы 1958 жылы Тарбағатай аймағы Тол ауданында дүниеге келген. Әкем де Үрімжі қаласындағы Ислам институтын заңды оқып бітіріп, 1990 жылы Тол аудандық мешіттің бас имамдық қызметіне жергілікті үкіметтің тағайындауымен имамдық қызметін атқарған. Ағам Рахманқұлды өлтіргеннен кейін бұлар онымен ғана қоймай, 2018 жылы март айында әкемді де үйден алып кетіп қамауға алады. Еш себепсіз, жазықсыз. Онымен қоймай, шешем Қайырлысы Мұхамеджанқызын да 2018 жылы май айында үйден алып кетіп, саяси үйрену атты концлагерге қамауға алады. Шешем болса өмір бойы үй шаруасындағы отырған адам, ешқандай Қытайдың бір өкіметтік мемлекеттік органдарында ешқандай қызмет жасамаған. Сөйтіп бұлар екі отбасында шаңырағын ортасына түсіреді. Шешем Қайырлысы Мұхамеджанқызын саяси үйрену атты концлагерде 10 ай қамауда ұстап, 2019 жылы май айында үй бақылауына жібереді. Шешем Қайырлысы Мұхамеджанқызы әзіргі таңда Қытайда еш қамқоршысыз жалғыз қалады. Бұл жақтағы мен және менен кейінгі екі інім шешемізді өзіміздің қолымызға алып қадағалауға, қамқорлық жасауға ниет білдіріп, шешемді Қазақстан Республикасына келуді өтінген едік. Бірақ жергілікті қоғам қауіпсіздік органдары шешем Қайырлысы Мұхамеджанқызын шетелге, яғни Қазақстанға шығуына шектеу қойды, тыйым салды. Ондағы мақсаттары олардың заңсыз істеген қитұрқы саясаты, қылмыстары, заңсыз әрекеттері әшкере болып қалуынан қорқып, шешемді күні бүгінге дейін Қазақстанға, бұл жақтағы балаларына жібермей отыр. Әкем Қалмет Шегірұлы 2018 жылы март айында қамауға алғаннан бастап 2 жылға таяу саяси үйрену атты концлагерде болған. 2019 жылдың күзіне қарай шамасы 9 айларда ешқандай сот отырысы өтпестен ауызша әкемді 10 жылға қамау жазасына үкім еткен. Ешқандай сот үкімінсіз. Әкем әзіргі уақытқа дейін 3 жылдан артық, яғни 1000 күннен артық уақыт әзір түрмеде қамауда отыр. Әкемнің
осыдан шамамен 5 жыл бұрын өт алу операциясын жасатқан, жоғарғы қан қысым ауруымен ауырады. Туыстарымыз түрмеге кезігуге өтініш білдірген екен, бір қанша рет. Әрең дегенде келісім беріп, бір рет әкемді көруге келіскен. Туыстар барып, оның ішінде шешем де бар. Әкемді түрмеден хал ахуалын білуге барған кезде әкемнің бүткіл денесіне ісік жүріп, сынып кеткен. Жүріп тұруы да қиындаған. Қытайдың жаңағы түрмедегі қызметкерлері әкемді заңсыз қамауда ұстап отырғанымен қоймай, туыстарға, шешеме, мына Қалмет Шегірұлының, яғни менің әкемнің түрмеде жатқан жатын нұрымен ішіп жатқан тамағының әр ай сайын ақысын төлеп отыруға, Қытай ақшасымен 2000 юанды төлеуге міндеттеген. Егер ақша төлемейтін болсаңдар, бұл адам түрмеде тамақсыз аштықтан өледі деп, солай мәжбүрлеп міндеттеп отыр. Шешем әзір ешқандай жұмыс жасамайды, үйде отыр. Ол ай сайын әкемнің 2000 юан тамақ қаражатын түрмедегі қайдан тауып бермек? Мен бұл видео үндеу жолдай отырып, барлық халықаралық ақпарат құралдарынан, дүниежүзілік кісілік құқық қорғау ұйымдарынан осы біздің отбасымызға түскен осы бір ауырды, тауқыметті, аянышты тағдырымызды ескере отырып, бізге көмектесіп жәрдем берулерін сұраймын. Әкемнің заңсыз түрмеде әзір қамауда отыр. Әкемді түрмеден босап, кісілік құқығының қалпына келіп, өз отбасына оралуына және шешеммен бірге Қазақстан Республикасындағы бала шағасына қосылуына жәрдем берулеріңізді тілеймін. Яғни екіге бөлініп қалған бір отбасының қайта қауышуына жәрдем етсеңіздер екен.